Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Қасым арнасы. Бүгінгі видеода телефонды кім ойлап тапты деген сұраққа жауап беретін боламыз. Телефонды ойлап тапқан Александр Грэхэм бұл деп тарихта жазылған. Бірақ та телефонның дүниеге келуіне 4 адамның таласы бар. Яғни олар итальяндық иммигрант Антонио Меучи, Томас Эдисон, Грэхэм Белл және Елисей Грей. Негізінде телефонды бірінші болып тапқан ғалым Грэхэм Белл емес, Антонио Меучи болған. Антонио Меучи аса көрнекті флоренциялық өнертапқыш. 1850 жылы ақш-қа келіп, 1860 жылы Меучи алғаш рет өзінің жұмыс істейтін электрлік құрылғысының моделін көрсетеді. Ол оны телефон деп атайды. 1871 жылы Александр Грэхэм Белл өз телефонын патенттеместен 5 жыл бұрын жаңалық ашуға алдын ала өтінім береді. Дәл сол жылы Меучи Стейтен-Айлендте паромда жарылыс кезінде қатты күйіп қалады. Ағылшын тілін нашар білетін және жұмыссыздық есебінен алатын жәрдемақыға күнелтіп жүрген Меучи $10 таба алмай, сол күйі 1874 жылы өзінің өтінішін қайталап бере алмады. 1876 жылы Беллдің патентін тіркеуден өткізген кезде Меучи оны сотқа береді. Себебі осыдан 2 жыл бұрын итальяндық ірі американдық Western Union телеграфтық компаниясының зертханасына өз эскизі мен нұсқасын жұмыс істейтін модельдерін жіберген болатын. Ақылға қонбайтын кездегі соттық бойынша Белл дәл сол зертханада жұмыс істеген екен, және Меучи сол зертханада жұмыс істеген екен, және де Меучи жіберген модельдерді құпия түрде жоғалып кетеді. Меучи Александр Грэхэм Беллге қарсы іс бойынша соттың шешімін ести алмай, 1889 жылы кедейліктен қайтыс болады. Нәтижесінде телефонды ойлап табу бойынша барлық атақ-даңқ Меучиге емес, Беллге тиесілі болды. 2004 жылы тепе-теңдік ішінара қалпына келтірілді. ақш Конгресі төменгі палатасы Антонио Меучидің өміріне және жетістіктеріне лайықты баға беріп, телефонды табу ісіндегі еңбегін мойындау туралы заң қабылдады. Ал Елисей Грей кім? Телефон табу таласына келсек, ол телефонды табуда жүрген Грэхэм Беллмен бір күнде, яғни 1876 жылы 14 ақпан күні телефонды патенттеуге өтініш береді. Сол кезде Американың патент заңы бойынша Елисей Грей өтініші 2 сағат кешіккен үшін Грэхэм Беллдің өтініші заңдастырылып, тарихта телефонды тапқан Грэхэм Белл болып қалады. Ал соңына келсек, Томас Эдисонның қатысына келсек, мыңнан артық тапқырлық патшасы атанған ұлы тапқыр Томас Эдисон телефонның дамуына зор үлесін қосқан. Грэхэм Беллдің телефонның патентін ертерек тіркетіп алған болмаса, Томас Эдисон да сол кезде телефон туралы зерттеу жасап жатқаны анық. Алайда телефонды бірінші тапқан ғалым ретінде патенттей алмаса да, Эдисон телефонды одан әрі дамытып, қолдану, жоғарылату жағында зор үлестер қосқан. Беллдің бір қабырғадан екінші қабырғаға әзер естілетін құралын бір қаладан екінші қалаға хабарласа алатындай етіп дамытты. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Қасым арнасы.